Армысыздар, қымбатты көрермендер, эфирде Достық үйінің Достық дастарханы интернет жобасы. Бүгін бізде қонақта Мәмле қазақ тілі тілдесу клубының жетекшісі Ольга Тим. Ольга ханым, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай, жағдайыңыз қалай? Көп рахмет, бәрі жақсы. Осы бағдарламаға келгеніме мен өте қуаныштымын. Біз де өте қуаныштымыз. Сонымен бүгін қандай тағам дайындаймыз? Біз бүгін сізбен қазақтың сірне атты тағамын жасаймыз. Бұл тағамға бізге орам жапырақ, сәбіз, пияз, ет, тәтті бұрыш және картоп керек болады. Байқап отырсам, аз көпті де дайындап қойыпсыз, бұны да қосамыз, иә? Иә, бұны да қосамыз, әрине. Ет бізде сиырдың еті болу керек пе? Сиырдың еті болмаса, қойдың етін алуға болады. Талғамға байланысты, кімге қалай ыңғайлы өздері таңдайды. Тамаша, олай болса, Ольга ханым, бастайық? Бастайық. Алдымен біздің етімізді кішкене қуырып, одан кейін оны пісіруіміз керек. Сәл ғана қуырып. Біз бүгін сиырдың етін алып отырмыз, иә? Иә, сиырдың етін маған сұйық майды алып берсеңіз. Жақсы, сұйық май қосамыз. Бірінші біз сұйық майды қосамыз. Оның үстінен етімізді саламыз. Жақсы. Ольга ханым, қазақ тілін неше жастан бастап үйрене бастадыңыз? Өте тамаша сөйлейсіз. Рахмет, мен өзім ауылда өстім. Асықаровка кентінен боламын. Шұңқыркөл деген ауылда дүниеге келдім. Енді біздің көшемізде балалардан тек қана қазақтар тұрған болатын. Біз енді сол балалармен араласып, бірге өстіңіздер, қазақ тілінде сөйлеп? Бірге өстік. Енді қазақ тілін мен солай үйрендім. Сіз маған көмектесеңіз, біз сәбізді тұрайық. Жақсы, рахмет. Сәбізді біз былай домалақ қып тұрауымыз керек. Домалақ. Жақсы, мен сізден қайталап тұрайын. Ольга ханым, қазір сіз Мәмле қазақ тілі тілдесу клубының жетекшісі ретінде қызмет атқарып жатсыз. Жалпы осы клубтың жұмысы жайлы айтып өтсеңіз, неше жылы құрылды? Негізі өзі Мәмле клубы 2019 жылдан бастап өз жұмысын атқаруда. Бұл клубтың басты мақсаты бауырлас ұлт өкілдерін қазақ тілге үйрету, қазақ халқының салт дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын дәріптеу. Енді бүгінгі күнде біздің Мәмле клубымызда 38 тыңдаушымыз бар. Сабақтарымыз офлайн, онлайн түрде өтеді. Кімге қалай ыңғайлы, иә, өздеріне? Жақсы, тағы не қосамыз? Пиязды тұрайық. Қандай методикамен оқытасыздар? Методика әр түрлі. Қазіргі таңда енді методика деген көп. Шетелден келген методикалар бар. Сабағымыз енді әр сабақ бізде әр түрлі. Мысалы, бір сабақта біз ойын түрінде өткізесіздер. Ойын түрінде, иә. Мысалы, біздің тыңдаушыларымыз, олар зейнеткерлер де, дәрігерлер де бар, журналистер де бар, балабақшалардың тәрбиешілері де келеді. Олармен ойын түрде өткізсек сабақты, оларға өте қызықты. Қабылдауда ерекше, иә? Қабылдауда ерекше, иә. Оларда енді айтады ғой, языковой барьер дейді ғой. Ондай да болды. Енді қазір ондай жоқ. Сөйлесеміз сабақтарымызда. Енді қатысушылар сонда бір-бірімен қазақ тілінде еркін сөйлесетін болып тұр ғой. Кейбіреулер сол 2000 жылдардан бастап келгендер олар, әрине уже еркін сөйлеп жатыр. Нәтижесін көресіздер, қайсыздар. Қуанамыз әрине. Аптасына неше рет келеді сіздерге? Аптасына бір рет бізде онлайн режимінде өтеді. Сенбі күні сағат 10-да осы достық үйіміздің 101-ші кабинетінде офлайн форматында өтеді. Жақсы, бір араластырып қояйық, иә? Иә. Етімізді араластырып қояйық.
Негізі қазір заман талабына сай онлайн форматта өткен сабақтар ыңғайлы деп санаймын. Көбісі жұмыста болады, сыртта жүреді. И онлайн форматтың бір жақсы жері Теміртау қаласынан, Шахтинск қаласынан, Балқаш қаласынан қосылатын тыңдаушыларымыз бар. Өте тамаша. Күннен күнге жаңағы қазақ тілінің мәртебесі артып келеді. Әрине, бірінші кезекте мәміле қазақ тілі тілдесу клубының мақсаты да сол ғой. Қазақ тілін дәріптеу, насихаттау. Өздеріңіз отбасында қазақ тілінде сөйлейсіздер ме? Негізі мен отбасым туралы айтатын болсам, күйеуім қазақ, 2 ұлым бар. Енді қалай айтсам екен, мен сөйлеймін қазақша үйде, анау кішкентай ұлдарым білсін деп қазақ тілін. Күйеуім сөйлемейді, бірақ бәрін түсінеді. Ал енді біздің етіміз дайын. Екінші кезеңде иісі тамаша шығып тұр. Біраз қойылған сияқты, Енді екіншіден біз картоп саламыз. Осылай ірі болып туралу керек. Картопты саламыз. Жақсы. Үстінен араластырмаймыз. Картопты саламыз. Так. Одан кейін маған тұзды әперсеңіз. Жақсы. Тұзыңыз. Еті біраз қуырылғаннан кейін астын жай қоямыз ба? Астын, қазір біз сәл ғана су құямыз. Картопымызды салдық. Оның үстінен біз пияз саламыз. Жақсы, пияз. Пиязды саламыз. Мол ғып саламыз пиязды. Енді біз пиязды салдық. Пияздың үстінен біз сарымсақ қосамыз. Жақсы. Неше данасын қосып жатсыз? 4 данасы жетеді. Көп керек емес. Енді тәтті бұрыш. Үстінен тәтті бұрышты саламыз әдемілеп. Тәтті бұрыш мол болғанда олар ол тамақ дәмді болады. Әдемі де болады. Әдемі болады, нәрлі болады дейсіз. Нәрлі болады. Сонда тәтті бұрышты да осылай ірі ғып, картоп сияқты ғып тұра жатырмыз, Өте тамаша. Тәтті бұрышты салғаннан кейін біз оның барлығын орам жапырақпен әдемілеп үстін жауып қоямыз. Жақсы, тамаша. Орам жапырағымыз дайын. Осылай әдемілеп барлығын үстінен жабамыз. Бұрышты да меніңше көп қосудың қажеті жоқ, әркім өз талғамына қарай салады ғой. Өте тамаша. Ольга ханым, сіз қазақ тілінде өте жақсы сөйлейсіз. Міне бүгін хабардың барысында да байқап отырмыз. Мүмкін өз тарапыңыздан бір шығармашылыққа жақын жан екеніңізді көрсетіп, бір өлең айтып, немесе ән орындап, сондай бір мүмкіндік бола ма қазір біздің көрермендерімізге? Абай Құнанбаев күз. Сүр бұлт, түсі суық, қаптайды аспан, көз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бей қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей сүк етіп, жапырағынан айырылған ағаш құрай. Өте тамаша, өте тамаша. Осылай шапалақтағым келіп тұр сізге. Риза болып тұрмын, қуанып тұрмын. Жалпы қазақ тілін дәріптеп жүрсіз, насихаттап жүрсіз. Тек қана мәміле қазақ тілі тілдесу клубының жетекшісі ғана емес, сонымен қатар мектепте де оқушыларға қазақ тілінде сабақ беріп, бүгінде сондай үлкен жұмыс атқарып жүрсіз. Ольга ханым, қазақтың салт дәстүріне деген өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Енді өзі қазақ халқы салт дәстүрлерге өте бай халық, адам өмірге келгеннен бері бастап сол жыл бойы сон салт дәстүрлермен енді байланыста болады. Өмір бойы салт өмір бойы. Мысалы бала дүниеге келеді, бұған баланың атын қояды, азан шақырып.
Одан кейін бесікке салады, бесікке салу тойы дейміз. Бесік жыры айтылады ғой. Әжеміз бесік жырын айтады. Одан кейін қырқынан шығарады, тұсауын кеседі. Ұл бала болса сүндетке отырғызады. Тілі шыққанда тіл ашар тойын жасайды. Қазіргі уақытта баламыз мектепке барғанда екеуін енді мысалы ұл бала болса мысалы мирастың сүндет тойы және тілашар тойы деп айтады. Біріктіріп жасайды қазір. Қыз бала болса бұл ұзату тойы, ұлы болса үйлену тойын. Енді жалпы қазақ халқында көптеген салт дәстүрлер бар. Бұл енді қуантарлық жағдай. Біздің байлығымыз деп айтсақ болады. Сіздің екі ұлыңыз бар. Бағана әңгіме барысында айтып қалдыңыз, отбасы жайлы біліп жатырмыз. Егер болашақта ұлдарыңыздың бірі қазақтың келіні деп алдыңызға аруды алып келсе, көзқарасыңыз қандай болады? Көзқарасым әрине қуанам. Екі ұлым қазақ қой. Қазақтың қызы болса, немістің қызы болса, қуанамыз әрине. Ұлымыз үйленді, бір үлкен азамат болды деп қуанамыз. Ең бастысы ұлтаралық келісім, байланыс, достық. Жалпы өз ісіңізде сіз осы дүниелерді дәріптеп жүрсіз, насихаттап жүрсіз және қолдап жүрсіз. Дұрыс қой? Дұрыс, Өте тамаша. Мен сізбен толықтай келісем. Рахмет. Ал дәмін көрейік. Мен осы тағамды үйде дайындаймын. Балаларыңыз сүйсініп жейтін шығар, иә? Өте дәмді, тамаша. Ас болсын. Ас болсын, баппен піскен екен. Ольга ханым, бүгін уақыт тауып біздің студиямызға келгеніңіз үшін сізге үлкен алғыс айтамыз. Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын. Осындай достық үйінің бағдарламасына шақырғаныңыз үшін көп-көп рахмет. Ісіңізге сәттілік тілеймін. Рахмет.
Қымбатты көрермендер, осымен Достық үйінің Достық дастарханы интернет жобасының бүгінгі шығарылымы аяқталды. Біздің арнамызға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар және міндетті түрде шығарылымдарымызды үзбей көріңіздер. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.